сіздермен бірге Наку YouTube арнасы. Бүгінгі видеоның тақырыбы қалай видеоға сурет қояды. Мысалы, біздің видеоларда әрқайсының өз суреті болады. Бірінші видеоны алсақ, не деген жаңартылу еще сурет тұрады. Сондай суретті қалай қояды? Бүйтіп отрядта суреттер, әртүрлі суреттерді қалай қоятын үйрететін боламыз. Ол үшін бізге Творческая студия дейтін программа керек болады. Міне ол тұр, көрсетейін сіздерге. Мына көріп тұрсыздар. Сол Творческая студияны Play Market'тен басып алыңыздар. Ішіне кіреміз. Кіргеннен кейін өзіңіздің каналдарыңыз және осындай видеолар тұрады. Біз мына үш точканы көріп тұрсыздар ма? Үш точканы сол үш точкаға басамыз. Басқанда мынандай видеоны басамыз. Сосын өзіміздің видеоларымыз шығады. Сосын любой бір видеоны таңдай салайық. Мына видеоны таңдай салайықшы. Мына қаламды көріп тұрсыздар ма? Қаламды соны басамыз. Міне, ой, кешіріңіздер. Шатасып кеттім. Міне, көрсетейін мына бар. Қаламды басыңыз. Міне, осы қаламды басқаннан кейін бізде осындай бір изменить значок дейтін сөз тұрады. Изменить значок деп басасыз. Басқаннан кейін өзіңіздің мынандай любой суреттер тұрады. Оны қажеті жоқ. Оны таңдаудың, оны суретті басасыз да изменить деген нәрсені басасыз. Изменить деген нәрсені басқан кезде өзіңіздердің суреттеріңіз тұрады. Ол суреттер кейсізде шықпаса, сізде бір подбронение бір сөзде тұрса, сондай бір подбронеден көк сөзді басасыз. Ол сөзді басқан кезде сізде бір нәрсе шығады. Сол кезде сол жерде сіз өзіңіздің нөміріңізді тіркеуіңіз керек. Әйтпесе бұл видеоға сурет қоя алмайсыз. Сол нөмірді тіркеп болғаннан кейін выбратты басасыз. Басқаннан кейін сохранитті басасыз. Сосын болды. Сурет қойылады. Өзіңіздің YouTube каналға барып, етіп обновление жасап, жаңағы видеоға сурет қойылады. Видеоның жақсы түсінген шығар деп ойдамын. Онда сау болыңыздар. Келесі видеода көріскенше, амандықта жүздескенше.